Салыбекова Бибігүл Есімханқызы, Түркістан облысы, Төле би ауданы 1 мамыр ауылында дүниеге келген. 1 мамыр атындағы жалпы орта мектебін үздік аяқтады. Шымкент қаласындағы педагогикалық университеттің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына түсіп, 2003 жылы жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен бітірді. Білімін одан әрі жетілдіру мақсатында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік оқу орнына магистратураға түсіп, 2006 жылы филология ғылымдарының магистрлік дәрежесін алды. Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты Жүсіпбек Аймауытов атындағы номері 64 мектеп гимназиясына қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Бибігүл Есімханқызы педагог зерттеуші, педагог тренер, филология ғылымдарының магистрі, мұғалім. 20 жылдан астам еңбек өтілінде оқыту үдерісі мен бала тәрбиесіне қосқан үлесі көп. Қаншама шәкірттерге сапалы білім, саналы тәрбие беріп, көшбасшылық қасиетімен даралана білген педагогтың дарынды жастарды тәрбиелеудегі еңбегі орасан зор. Шәкірттерін халықаралық жарыстарға, республикалық байқауларға, олимпиадаларға, шығармашылық конкурстарға қатыстырып, көптеген жетістіктерді бағындырған ұстаз. Стамбулда Орта Азия халықтарының арасында ұйымдастырылған Түрік әлемі 1000 жылдық бауырластығымыз атты халықаралық байқауда оқушысы Чепин қауымдастықтар федерациясының төрағасының дипломымен марапатталды. Екінші халықаралық қарлығаш балалар мен жасөспірімдер фестивалінде оқушысы бас жүлдемен оралды. Халықаралық 3 тұғырлы тіл, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі атты пәндік олимпиадасында оқушысы мақтау қағазына ие болды. Рухани қазына 2022 фестивалінде оқушысы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің балаларға арналған үздік ойын-сауық жобасы номинациясына ие болды. Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы мен Орта білім мазмұнын институтының ұйымдастыруымен балалар жылы аясында республикалық әлем балалар көзі мен балалар шығармашылығының жинағына шәкірттерінің жұмысы енді. Жалпы білім беру ұйымдарының 9-11 сынып оқушылары арасында «Мен Қазақстанды не үшін сүйемін» атты шығармашылық байқауының республикалық кезеңінде шәкірті дарын орталығының 3-ші орын жүлдегері. 8-11 сынып оқушылары арасында қазақ халқының салт дәстүрі тақырыбында республикалық интеллектуалды ойында оқушысы 2-ші орын жүлдегері болды. Әрбір баланың жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін ашып, бала жүрегіне жол табу, бала бойындағы дарынды ашу мұғалімнің ең басты міндеті. Сол міндетті үлкен жауапкершілікпен орындап жүрген ұстаздарымыздың бірі, бүгінгі таңда Бибігүл Есімханқызының ғылыми педагогикалық қызметі бойынша да атқарып жатқан жұмыстары сан алуан. Өрлеу, біліктілік арттыру орталығы, акционерлік қоғам Түркістан облысы және Шымкент қаласы педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты виртуалды білім беру маршруты шеңберінде озық педагогикалық тәжірибені тарату мақсатында пандемия жағдайында бейнесабақтар жасаған онлайн педагог. Виртуалды білім беру шеңберінде онлайн бейнесабақтар даярлаған үшін еліміздің үздік мұғалімдер эстафетасы 2020, еліміздің үздік мұғалімдер эстафетасы 2021 сертификаттарына иегер болды. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің орта білім беру комитеті тапсырмасымен білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын, үлгілік оқу бағдарламаларын жетілдіру бойынша Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының басшылығымен құрылған жұмыс тобында тың идеялары мен тынымсыз еңбек үлгісін, шығармашылық жұмысын ұсынған педагог. Қазақ тілі оқу бағдарламасының авторы. Орта білім мазмұнын институтының ұйымдастыруымен балалар жылы аясында өткізілген республикалық оқуға құштар бала жобасы бойынша шәкірттерін көркем шығарма оқуға баулудағы шығармашылық еңбегі үшін ғылыми жобасын таныстырып, әдістемелік, практикалық тәжірибесімен бөліскен үшін Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының алғыс хатымен бірнеше рет марапатталған. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Осы іске деген қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны жетістіктерге жетелейді. Іске батыл кірісуге септігін тигізеді. Бүгінде Бибігүл Есімханқызы аяулы ана,
асыл жар, сүйікті ұстаз. Педагогтың ұстанымы өзгеге үйрету арқылы өзінің үйренуге деген мүмкіндігін ашу. Оқушы бойына өмірлік қажет дағдыларды қалыптастыруға үлесін қосу.